Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, бүгін біз үй жағдайында керемет дәмді қою майонез жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сондай-ақ мені арнама жаңадан келген көрермен болсаңыздар, онда мені арнамды жоғалтып алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Мені арнамда көптеген қолжетімді рецепттер бар. Солардың бірі бауырдан жасалған дәмді мантының, көздің көруіне жақсы әсер ететін алма мен сәбізден жасалған шырынның, дастарханның көркі нашар салаттардың рецептісі бар. Видеоны соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Маған ең бірінші осындай блендер қажет болады. Одан соң горчица, тұз, бұрыш, лимон шырыны және де сұйық май, бөлме температурасында 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқаны саламыз. Одан соң горчица, тұз, бұрышымызды қосамыз. Екі шай қасықтай лимонның шырынын қосамыз. Сұйық майды құямыз. Және де блендердің жай жылдамдығынан бастаймыз. Ортасына дейін ағарғанша блендерді орнынан қозғамайтын боламыз. Мінекей төменгі жағынан жайлап ағарып келеді. Сондай-ақ достар, мені арнамда көптеген қолжетімді мастер-класстан алынған рецепттер бар. Барлығы да тексерілген, бір жасағаннан ақ шығады. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басатын болсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Біздің майонезіміз жайлап дайын бола бастады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, майонезіміз дайын болды. Қою әрі дәмді. Төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы достарыңызбен, құрбыларыңызбен мені рецептімен бөлісіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін аса қажет. Және де достар, пікір жазу арқылы сіздерде өздеріңіздің рецепттеріңізбен бөліссеңіздер, мен де сіздердің рецепттеріңізбен жасап көретін боламын. Мінекей біздің майонезіміз дайын болды. Қою әрі дәмді. Егер де сіз бір рет осылай үйде майонез жасап көретін болсаңыздар, келесіде дүкеннен сатып алмай-ақ әркез үйден жасайтын боласыздар. Дәл осы майонезді тоңазтықта сақтап, қажет кезінде пайдалана берулеріңізге болады. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.